Сырға ақшыл бұлттар, құрмет қымылын ұстатар. Қарсыда қара бұлттар, қайғылы аппақ туарай. Тұманды көкте жыбырлар, жұлдыздар ұсақ шықындай. Аяғы өткен заманда, бұларда артық бақ болды. Ай әйел бұл, күнері толқысып тұрған шақ болған. Мен бүгіннен қалмайым. Өз еліме баруым керек. Ата-анамнан батасын алуым керек. Соны саған айтайын деп. Жол жүрек деймісің? Онда мен де барамын. Сен қайда барсақ, мен сонда барып керек білген. Екеуміз барып ата-анамнан бата сұрайық. Әрине, мен сенімен барамын. Мен сенімен барлық жерге барғым келеді. Бірақ ата-анам сені қалай таныстырам? Олардан батасын алмай сені қалай таныстырам, жүрек? Салт дәстүрден аттап қалмаймыз. Бірақ сен білесің бе? Мен батамды алып келемін ғой. Сосын шектеріне оралам. Сосын бар ғой, біз шектерінде болған тойымыз бар ғой. Шайға қалады. Біз Жағалбайына жер барамыз. Жағалбай жерінде думандатып той жасаймыз. Елестейінші. Шектерінің барлық тұрғындары Жағалбайлы жеріне барса, қандай керемет болады. Елестейінші жер мұнда алдында қыздар жүреді. Бұл жаққа шашу, бұл жаққа келеді. Шашу деп жүреді. Жөрден тілен алыңыздар. Қандай керемет болады. Ал сенің әкең Сырбай мен, менің әкем Базарбай дос екенін білесің бе? Екеуі бұл жақта тұрып, ой оқиғаларын айтатын екен. Батам өкіз жат. Біз екеуіміз осы жерде тұрамыз. Олар тұтында. Рахмет деп тұрамыз. Олар қандай керемет болады ше. Ал артымызда сенің олармен менің достарым. Жүрек бір ай бойы. Біз олардан қалыспай қойшы керек. Бәйшешектің бірінші күшік атқанда, сен жанында болсаң демеді. Жүрек әрине мен боламын. Бірақ сен де маған өз берші. Personally, and I admire them. Мен де осы жаққа келгенде, сен қатысып қаласың. Маған өз берші. Әрине мен сенің жанында боламын. Мен сені әрқашан осы жерде күтем. Менің жанымда дүния бар, құрбыларым бар, бағана айтқан әкең Сырылбай бар. Менде барлығы жақсы, еш уайымдама. Тек өзің аман есен болса, маған басқа ештеңе керек емес білген. Бірақ сен мен туралы уайымдамайсың ба? Шынды айтшы, қолыңды алып шынды айтшы жүрек. Көзіме қарап, сен уайымдамайсың ба? Жақсы, егер сен уайымдамаймын десің, егер мен осы жерде күтемін десің, онда мен де саған уәде беремін жүрек. Көктен шыққанша дейін, мен шектеріне оралам жүрек. Тек қана сен менікі жарай ма? Мен оралам жүрек. Мен сені әрқашан күтем төлеген.
шақырмашты. Істеген бол дейді. Қой, болды. Жоқ, барлығы шынайы. Мына өз көзімен көргендей болды. Білесіз бе, олар төлегенде көр қазып жатты. Жеңеше. Уайымдама, жеңешең жанында қорықпа. Жеңеше мүмкін шабарман жіберерміз. Төлеген ерге ат басып жүрсін. Екеш тыңда. Келеді ол. Атасы мен апасының батасын алады. Осы шектілеріне келеді. Тұтын ба? Естіп тұрсың ба мені? Келеді. Осы. Шабарман жіберейікші. Жеңеше. Екеші, кетпей жатқан күйеу баланша сағынғаның ба? Қойырғашы енді. Қайдам жоқ айтпаңызшы, жеңеше. Көріп тұрма сағып тұрсың. Қой бұл. Жарайды, мен де көп ойланып қойған секілді. Ойланып қойып дұрыс айтасың. Кетіп талға шығып, сөйлемдер кетіп. Мысалы, жемшіне түсін. Білесің ба? Төлеген. Бас бойым бәрі төлеген. Жемеше. Ау, не, рас қой? Керек болса келетін уақытына да таяқ. Әйелге келіп қалады. Анау жүрді. Қылың басы айқар. Өткен кеткен жолаушыны көрсем. Әй, мынау төлеген ғой. Жүрек, кеудемнен ұшып шығардай болып. Кейін төлеген емес екенін көргенде жаңағы көңілім су сепкендей басым. Не сезерімді де білмедім. Одан қалса Сансызбайды мазасын алам. Әй, барып кеш, көріп кеш, қарып кеш. Сансызбайдан деймін. Барып кел. Менің өміріме қарайды. Осылайша күндерім жетті. Әй, анау, білеген ғой. Әй, Сансызбай, келші бері. Сансызбай, қарашы анау. Ағаңның ат босат емес пе? Әй, ағаңның ат босаты деймін. Барып келші. Әй, Сансызбай, тезірек барсаңшы енді. Әй, Сансызбай, берісін бер деймін ағаңға. Апа, қайда кетіп қалдыңыз? Апатай, жүріңізші бірге ас ішіп, неге тұрып кеттіңіз? Қазір келем, сәл күте тұршы. Апа, азаннан нәр татпадыңыз ғой, апа, жүріңізші бірге ішіп. Әкеңді шақырсаңыз, әкеңді ішіп. Әкемді де шақырам, сіз де жүріңіз. Бәріміз бірге отырып, ауқаттанайықшы, жүріңізші. Қазір кішкене ғана күте тұрсаңыз ғой. Тағы бастадыңыз ба, апа? Таң азаннан бір нүктеге телміріп қарайды да отырасыз.
Жоқ, түсінемін апа сізді. Сол өткен жолаушының төлеген болғанын мен сізден кем қала алмаймын апа. Бірақ түсінесіз бе? Аллам қаласа төлеген жолын тауып келеді біз әлі бұйырса. Бірақ бізге тірлігімізді тоқтатуға болмайды ғой апа. Мейлі сансызбай. Сенің де сөзіңнің жаны бар шығар. Ағам келер болса, өзі-ақ келер. Қанша дегенмен, бір адам тіршілігін тоқтатпау керек. Жүр, әкемді шақыр. Шайымызды ішейік. Апа жүріңізші апа. Апа төлеген көрген сияқтымын, апа жүріңізші. Қойшы қайдағы. Папа, мен оралдым, папа. Айдал төлеген апа. Мен аудармағым төлеген оралды. Папа. Төлеген ол. Ең бастысы сығылмайтын батасын ал, ішіндегінің келісімді ал. Апа, енді сіздің келіңіз бол. Сіз қолыңызға, апа. Қойса. Апа, сіз жібекті көрсеңіз ғой, апа, ол сондай сұлу. Қасы, көзі, мұрны, барлығы бір есімге келеді. Апа, шашын көрсеңіз ғой, жерге дейін тиіп тұрады, апа. Оның көзіне қарай берсем, тұңғиыққа қарайтын сияқты. Шексіз қарай беріп келеді, апа. Енді өзіңіз батаңызды берсеңіз, мен шектерде қазір ғана бар, келіңізді алып беремін осы жерге, апа. Сен неге тұрсың? Келгенім жаңалама ғой. Қайттан кетем деп тұрсың ба? Көкем келе жатыр. Апа, мен жайып қаттым, мен әлі қалам ғой сіздерге. Ассалаумағалейкум. Қыз айтып келдің бе? Я көрдім. Өзі көрдік, жарық, өзім таптым. Сіз қалағанда. Енді менен сұрағым не? Енді көке сол шектеріне барып келсем деген ойдам келіңізді алып беріп. Әрине, өзім сұрап салып берсіңіз. Оның жөні. Қанша уақытта шықпақ ойым бар? Осы көктем шыққанша барып келем деген ойда едім. Қарағым, мен тілектейін. Бересің бе? Берейін көке. Берсең қарағым, жолыңда жағын тұрған. Ендігі жылы ол жаққа шықпа. Бір жыл өткізіп бар. Тілегім осы. Көке,
сөзіңді аласың ба? Уәде берсең, уәдеңде тұр. Айналайын. Көке, бірақ мен шектеріне оралым деп едім, көке. Мен жібекке сөз беріп қойып едім, көке. Ол бос жолға болсын, батаңызды беріңізші, бір жолға болсын, көке. Сіз өзіңіз айтып едіңіз ғой, өз жарыңды табасың деп. Сөзіңізден келді ғой, көке, мен таптым ғой. Көке, бір жолға болсын. Базеке, батаңды бер. Көке, Базеке, батаңды бер. Батаңды бер, базеке. көке, бір жолға болсын. Көке, батаңды беріңізші. Көке, бір жолға болсын. Егер бірде біреу қошемет қылып ерсең, мен теріс батам беремін. Еділіңді, сені тұрдым. Жалғыз далада өзіңіз отырғаныңыз қызық екен, Бекежан аға. Бірақ мен шектеріне бару керек еді. Жолды бөгемеңізші. Төлеме, сен маған ренжіме. Бірақ мен мына жерде тұрғанда сен шектеге аяқпаспайсың. Бекежан аға, менің де аяғым осы жерде тұрғанда мен артқа қайтпаспын. Жолдан бұлай тұрыңыз деймін сізге. Адам деге қайталатпа. Керім алды еліңе қайт. Жаңа, қалай түсінбейсіз? Менің елімде мені ешкім күтіп тұрған жоқ. Сіздің елге істеп тұрған мен де жоқ, Бекежан.
Бірақ сіздің еліңізде менің жібек күтіп тұр. Сондықтан сол қалыңдығымды өз еліме алуға мұрша беріңіз. Жолда былай тұрыңыз деймін. Өз еліңе сыймасаң, өзге елге сыям деп мүлде ойлама. Менің артымда тұрған елге кім кіріп, кім одан шығатынын, елімде жүрген қатындарды кім алып, кім алмайтынын, ол мен өзім шешемін. Мен саған сенің артыңда тұрған, сенің еліңе қарай нұсқап айтып тұрмын. Қайт. Білді ел өзіңізге меншікте болғаныңызға жол болсын, Бекежан аға. Бекежан аға, мен сізге қарсы қол көтерген ниетім жоқ. Мен де қараусызмын, саған қол қойып отырған ниетім жоқ. Бірақ шектіге жібермеймін. Бекежан аға, қалай түсінбейсіз маған? Шектіге бару керек. Үрегім, саған таңым бар. Сен тым әлсізсің, қорқақсың. Қорқақ дейсіз бе, Бекежан? Жұмсақ дейсіз бе? Бекежан аға, мен жұмсақтық және нәзіктік туралы бір нәрсе айтамын. Сізге күтпеймін. Адам баласы дүниеге келгенде жұмсақ болып болады. Ол қатайған кезде реңін жоғалтып мерт болады екен, Бекежан аға. Нағаштарды айтамын. Енді ғана шығып келе жатқан бұтақтарын қарасаңшы, жұмсақ, майысып келеді. Алар жағында қатайып тұрған бұтақтар ұрайын деп жатыр. Сонда менің байқағаным, Бекежан аға, жұмсақтық ол өмірдің түніп тұрған белгілейді. Ал қаттылық ол дүниенің соңын көрсетеді, Бекежан аға. Өз еліңіздің бетке ұстар батырсыз. Сонда не? Қыз жібекті жесір қалдырмассыз ба? Алдыңда отырған адам Бекежанды, аты бар кезде жібек жанды жесір қалдырмас. Алдыңда отырған аты бар Бекежан аға ештеңе түсінбейді.
Шошыттың ба адам? Жігіттер келіңдер төлеген осында екен. Төлеген, жүріп тұр. Не жатсың? Шектік ақ нәрсен, жібек күтіп қалған болар. Заттарың қайда? Ақбоз атты дайында жүр. Жүріңдер жігіттер. Жоқ, мен ештеңе білмеймін төлеген. Төлеген, әкемді көндірдің ғой. Саған батасын беріп дес ота бермейді енді. Жүректе күтіп тұр үйленуге, дұрысшы төлеген, жүрші. Апамда көз жасы ниетсізді ғой. Танысыбай енді, төлеген енді жалғыз жүрмейді деп қуанып жатыр. Қайтадан жылатасың төлеген, дұрысшы. Есіңдегі төлеген бала кезіңізде қанша ет өніп жүргенде сен бірден үйрен олдың. Мен болсам құлай бердім қайта. Сол кезде өзің айтып дедің төлеген. Сансылай, тұр, ержігіт еңсесін биік ұстау керек деп. Қайда солай төлеген? Тұр шейінді жүрші. Өзің барда айдап жерге тигізіп арқалап жүріп едім. Сен кезегің болса, мен әйтеуір сылтау тауып, сен өгізбей едім. Енді өз аяқпен артын алмайтын болсам, мен сені арқалап апарамын. Biraz olmadan böyle bir şey oldu. Dayısına dönüyor. Türkiye'den istersin.
Жайықтым суылай. Көр болды көзім жылай. Падишах туған көкесім, бұл дүниеден өтіпсің. Шын дүниеге жетіпсің. Мені мүсәпіріңді қасіретке бастап кетіпсің. Төлеген сынды мырзада айырдың өзі құдай-ай. Алтынды сүйек көкешім, кетеріңде қимадым. Тоқтатып алып қалам деп сұбын занды қинадым. Әуелі мас қосқаным жағаман. Жылқысы көптігіне бағалмайды. Өлгені төлегенің рас болса. Құдай қышкенді тия ғой. Айналайын көкесім, атам деген апамның маңдайына сыймадым. Өлгеніңді білгенде көзімнің жасын тыймадым. Өлгеніңді білгенде көзімнің жасын тыймадым. Өлгеніңді білгенде көзімнің жасын тыймадым.
үлкен рахмет. Қыз жібек грант қойылымы. Барлығымыз ілтипатпен бірге өнер көрсеткендерді ортаға шақырамыз. Кие Қазақ Дэнс Клабы. Төлегеннің достары Әлібек Расов, Әлихан Рахымжан, Нұрсұлтан Рамазан, Сағидолла Майсаветов, Қуаныш Серік, Әділ Оңғар, Тоқтар Кегебаев, Ерасыл Жамбыл. Жібектің құрбылары Алуа Каримова, Ләззат Сембаева, Асылай Нұриддинова, Амель Сабыр, Сымбат Карибаева, Әсема Жақсымұрат, Айханым Мақат. Келесі Сырлыбайдың рөлінде Тамерлан Болат. Базарбай Ислам Амангелді. Және Гүлия Замзагүл Мәтетқалимова. Қамқа Инабат Мырзабек. Бекежанның рөлінде Өмірбек Мұқатай. Сансызбай Бақдәулет Амантай. Ысыры класстарымызбен наратор Әмина Мақашбай. Және де Төлеген Парасат Аманжол. Және де басты рөлді ойнаған қыз жібек Жанель Сагингали. Қойылымды басынан соңына дейін жетекшілік қылған басты режиссер Ерасыл Айтқұлов. Режиссер көмекшісі Жансая Алажан. Сценарист Ерасыл Айтқұлов. Басты продюсер Ерке Дулатбек. Атқарушы продюсер Жансая Алажан және Жанель Сагингали. Қоюшы суретші Әдемі Жанұзақова және Сағидолла Майсаветов. Ерекше алғысымызды жарық қоюшылар Диас Исабек және Сымбат Сейтқасым. Дыбыс қоюшы Аружан Абаева. Назарларыңызға рахмет. Қазақ Stage Forever.
Барлықтарыңыз келіп қойылымға келгендеріңізге үлкен рахмет. Біздің қыз жібек қойылымымыз бұл қазақ фольклорының үлкен жауһарларының бірі. Бізде жалпы тақырып өзі махаббат болғандықтан біздің қазақ стейдж студент клубының театрға деген, өздерінің көрермендеріне деген, өздерінің ішіндегі құлшыныстарына деген махаббатын тамашалағандарыңызға рахмет. Біздің еңбегіміз осылай еленіп жатқанына және істеген қойылымымыз жүзеге асып жатқанына үлкен бақыттымыз. Бұл қойылым жүзеге асуына атсалысқан бүкіл жандарға рахметімді айтамын. Бізде қойылымның өзі қыркүйек айынан бастап дайындалғанбыз. Сценарийін жазда біз осы қыз жібек эпосын оқып, оны зерттеп, 3 айда сценарийін жазып, одан кейін өзіміз кәсіби актер, кәсіби театр болмағандықтан осы ұзын уақыттың ішінде өзіміздің актерлығымызды және басқа театрға деген өнерімізді шыңдап, дамытып, осылай көріп шыққан жайымыз бар. Барлықтарыңызға рахмет. Баршаңызға қайырлы кеш. Олай болса, сөзді кино және театр актрисасы, қазақ КСР еңбек сіңірген әртісі, Қыз жібек фильмінде қыз жібек рөлін сомдаған Меруерт Қаратайқызы Өтекешова беріп келеді. Құрметті достар, мен ұжымына шын жүректен құттықтаймын. Осындай спектакль ретінде қыз жібекті көрсетіп, қиын, мен өте қиын рөлдер, қиын ойнауға да қиын. Бірақ мен өте қуанып отырмын, балалардың, жастардың ойнағаны залдан ешкім кеткен жоқ. Толы бәрі келген жастар осы спектакльге көңіл бөліп, спектакльді көріп, жақсы қарсы алып, ол жастарды үлкен бақыт. Ал мен айтқым келеді, біздің қыз жібек фильміміз биыл 55 жыл экранға шыққанына. Кино түсіргенде мен сіздер сияқты 17 жаста болғам. 10-шы сыныпты бітіріп, үлкен конкурстан өтіп, өзім жас болсам да, кішкентай қыз өте қиын болды, бірақ мен қыз жібек рөліне өттім. Сол фильм 55 жыл экраннан түспей жатыр. Біздің Ғабит ағамыз Мүсірепов жазған сценарий, Сұлтан Ходжиков режиссер
соғыстың ардагері, соғыстан келіп Москваға барып, Москвада оқып, режиссер факультетіне. Көп жылдан кейін осы Қыз жібек фильмді түсіріп экранға шығарды. Сол фильмде ең мықты, ең атақты артистер қатысты. Олар үлкен із қалдырды, бүкіл халық артистері. Нұрғыз Әділбекті сіздер өте жақсы білесіңдер, жазған музыканы. Гүлфайрус Исмаилова, художник, бүкіл костюмдерін тігіп. Мына қараңызшы, қандай майталмандар, қандай атақты, мықты, атақты із қалдырып осы киноны экранға шығарды. Сондықтан мен осы сіздерді музей бар ма білмеймін, осындай афиша қалдырайын деп едім. Осы афиша шетелге дайындалған. Мынау жібектің суға батып бара жатқанын Төлеген ең айда деп Төлеген келмегеннен кейін, мынау жібектің Ақжайыққа су батып бара жатқанын мына суретте. Неге оны айтып жатқанын мен түсінемін сіздерді, эпосты. Енді жібек Төлеген кеткеннен кейін Сансызбайға тұрмысқа шығады. Ал жалпы киномызда біздің атақты театрларда опера көрсетіп жатқанымызды, бүкіл спектакльдер біздің бүкіл Қазақстанның театрында көрсетіп жатқан Қыз жібек мәңгілік махаббат, мәңгілік махаббат. Ешқашан да өшпейді. Сондықтан Төлеген кеткеннен кейін жібек те кетеді. Сондықтан мен түсінемін енді сіздердің қойылым. Бірақ мәңгілік махаббат ешқашан да өшпейді. Сосын айтқым келеді, мына Бекежан, Төлеген қайда, бергенші? Мына екеуі батыр. Бір кинода жібектің сөзі бар. Екеуі Төлеген, о да үлкен батыр, Бекежан да батыр. Мынау спектакльде сәл батырлығын көрсетпейді. Бірақ екеуі батыр. Екеуі кинода төбелескенде, жібек соны алыстан көріп, осы батырлардың екеуін қаны төгілмесін деп, бәрін тастап, ішкі киіммен жүгіреді. Екеуін былай да айырылысады. Екеуі батыр тірі болсын. Махаббаттың әлі болған жоқ, но бірақ екі батырдың өмірі өшпесін деп жібектің кино солай көрсетіледі. Мен түсінемін енді, мүмкін сіздердің арасында осы киноны мүмкін көрмеген шығар. Бірақ мен сіздерге тілеймін, осы киноны көріңдер. Қандай рухани байлығын, Қазақстанның жерін көрсетеді, сол музыкасын көрсетеді, соны бәрін көру керек. Сондықтан жастар айналайындар, сіздерге тілеймін, көріңдер. Соңғы айтатын сөзім айналайындар. Әр жас қыздар болсын, ұл болсын, махаббат тілеймін. Махаббатсыз өмір жоқ. Махаббат жұлдыздай сендерге бәріне деймін, жана берсін. Өнеріңіз жоғарда, одан да деңгейіне жоғары тілеймін. Мынау командаға, мынау тұрған жастарға. Ал енді спектакль мен өзіме қабылдадым. Енді актер болмағаннан кейін, бірақ балалар өте әдемі, жақсы рөлдерін ойнады. Рахмет сіздерге. Рахмет.